әңгімені бастамас бұрын, арнаға тіркеліп пікір қалдырып кетіңіз. Мен көркіме сендім бе, бойдақтық өмірмен қош айтысуды қаламай, армансыз жүрдім. Сыртқы келбетім, бойшаңдығыма және шымыр дене бітіміме қызығатын қыздардың көптігі менің үйлену туралы ойыма тосқауыл болған сияқты. Жасым 25-тен аса бастағанда атанам, туған туыстарым неге үйленбей жүрсің? Жақсы қыз кезікпей жүрме. Сен секілді жігітке қызым жоқ деген сөз жараспайды. Тезірек үйленіп, атанаңды қуантпайсың ба? Деген секілді сөздерді көп ести бастадым. Бірақ маған отбасы болып, мойныма жауапкершілігі алу қиын іс секілді көрінеді. Қыздардың маған деген көңілі мен ықыластарынан айырылып қалатындай, олардың әрбір қылықтарын сағынып өтетіндей күй кешетінмін. Қызылды жасылды жарқыраған жастық өмірді қимай жүргенімде жасымның 30-ға таяп қалғанын да байқамай қалдым. Жасы кіші қыздармен көзқарасымыз сәйкес келмей қалады. Сөздеріміз жарасады деп сырласып жүрген қыздарым мені қашанғы күтсін. Олар да бір жігіттің етегінен ұстап, тұрмысқа шығып кетті. Солардың бақытты отбасы құрғанына қарап, өзегімді бір өкініш қырнап өтетіндей сезімде жүрдім. Жас қыздармен отбасын құруға өзімде жүрексіндім. Өздері де маған ыңғай білдіре қоймады. Өйткені мен осы уақытқа дейін үйленбей жүрсем де болашағым жайлы ойланбай, тек бүгінмен ғана өмір сүріп келген екенмін. Бұрынғыдай бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген сөз ешкімге жүрмейді. Ақылына көркі сай сұлу қыздардың өзі болашағы үшін алаңдап, жағдайын жасаған жігітке жар болғысы келеді. Ал менде оның бірі де жоқ. Тым болмаса, өзіме жеке меншік көлікте алмаған екенмін. Тапқан табысымды тек қыздармен қыдыруға, көңіл көтеруге жұмсаппын. Пәтер жалдап тұрдым, баратын жеріме намыстанып таксимен барып жүрдім. Қоғамдық көлікке отырып көрмеппін. Әке-шешеме көмек көрсетпейтінмін. Тапқан табысымның бір бөлігін оларға беріп отыру ойыма кіріп те шықпапты. Менен ақша сұрамаңдар, мен қырып ақша тауып жүрген жоқпын. Өз күнімді әзер көріп отырмын деп бір рет қайтарып тастаған соң, олар да балам тыныш болсын деп үндемейтін болған. Бірақ ауылға барған сайын жыл өте қартайып келе жатқан анам көзіне жас алып, жылап қалатын. Жұрт сияқты қашан келін түсіріп, немере сүйер екенбіз. Неге үйленгің келмейді? Құдайға шүкір, жеңгелерің бар ғой. Соларға айтып, жақсы қыз болса танысып көрсейші, деп айтатын. Әрі өзімде жалықтым осындай өмірден. Өйткені менің дәуреnim бітіп, қатарластарым қалмаған кезде шындап ойлана бастадым. Анама айттым, менің үйленгім келеді. Бірақ өзіңізге келін болуға лайықты қыз болады ау деп жүргеніңіз болса, танысуға, онымен шаңырақ көтеруге қарсы емеспін. Өзіңізге ұнаған келінді өзіңіз табыңыз дедім. Менен осындай сөзді естігенде, анам қуаныштан секіріп кете жаздады. Мен тап қазір келіншек әкелетіндей сүрініп қабынып, қалбалақтап қалды. Анамның мұндай күйін алғаш көріп отырғандықтан мырс етіп күліп жібердім. Сөйтіп, анам іске кірісіп, маған бір қызды тауыпты. Жақында ғана қаладан оқу бітіріп келген, бірақ жұмысқа орналасып үлгермеген қызды менімен таныстыру үшін жеңгемді ортаға салды. Қыз көруге жеңгем ертіп барды. Бізді таныстырып болған соң оңаша қалдырып, жеңгем ауылға кетті. Ол қыз маған бір көргеннен ұнаған жоқ. Яғни, тым қарапайым, сәнге құмар емес қыз тұрған еді алдымда. Бірақ келбеті ешбір қыздан кем емес. Тек қана бет жүзін аздап әрлеп жіберсе, қуыршақтай етіп киіндіріп қойса, қазіргі заманның сұлуы болып шыға келер еді. Бірақ қыздың талғамының төмендігі көңілімнен шықпады. Сөйтіп сөзіміз де жараспай, тез ауылға қайтып кеттім. Бірақ анама берген уәдем бар. Сіз қай қызды келінім деп көрсетсеңіз, мен соған үйленуге дайынмын деп сөз бергенім есіме түсті. Анаммен кездесуден келген соң біз дайындалып жатырмыз. Маған осындай келін керек деген соң артқа шегінерге жол қалмады. Егер анам осы қызды таңдаса, демек анамның бір білгені бар шығар. Қыз келісімін беріп тұрған соң мен қалай бас тартайын? Біз үйлендік. Анамның қуанышында шек жоқ. Көптен аңсап күткен келіні табалдырығынан аттап көңілі жайланды. Ал мен болсам, бір түрлі сезімді басымнан кешірдім. Сірә үйленгеніме әлі де сене алмай жүрген шығармын. Келіншегім беташар өткен соң, келіндік міндетіне білек сыбана кірісіп кетті. Оған назар салып та қарамайтын мен, үлкендердің ақ батасын жаудырып, алғыс айтып жатқанын көргенде қалай жібімейін. Қазақта сөз бар ғой, өзің сүйгенді емес, өзіңді сүйгенді ал деген. Шынында да, келіншегім мен үшін барлығын жасауға тырысып жүр. Бәрінің көңілінен шыға білді.
Бастапқыда мен қыздардың сыртқы келбетіне көбірек назар аударатынмын. Бірақ көркі көзді баурағанмен ішкі жұтаңдық байқалатын. Осындайда мен келіншегім үшін анама риза болатынмын. Алғашында мен сұлу келіншегім болмаған үшін ренжіп жүрсем, кейін бақыттан басым айнала бастады. Келіншегім сұлу болмаса да сүйкімділігімен баурап алды. Оның үстіне ақылдылығы мені қуанта бастады. Осы уақытқа дейін бақыттан басым айналды, қызықтың ортасында шаттанып жүрмін дегенім жай сөз екен. Әйелімнің маған деген адалдығы, ер азаматты биік қойып, маған мойны сұнғаны менің көңілімді жібіте түсті. Тіпті басқа дүние туралы ойлауға шамамды келтірмеді. Отбасыма берілгендігім сонша, мен келіншегімнің тұңғышымызға аяғы ауыр екендігін естігенде қуаныштан жүрегім жарыла жаздады. Жұмыстан соң үйге асығатынмын. Ал ұлымыз туылғанда мен үшін отбасым алғашқы орында тұрды. Ата-анам да мендегі жақсы өзгерістерге қуанып жүрді. Менің отбасылы өмірде жолым болды деп ойлаймын. Бұл өмірім отбасылы жандарға шуақ сыйласын, жұғысты болсын деген тілекпен, жар іздейтін жігіттерге ой салсын деп айтып отырмын.